Сізде арман бар ма негізі? Қандай жетістікке жеткіңіз келеді? Мынандай бір асуларын өтіп болған соң, бүкіл істеймін деген заттың бәрін істеп болған соң, нәтижесі қандай болғанын қалайсыз да? Менің атым Айдын Нұржасын. Жасым 24-те, Алматы қаласының тумасымын. Соңғы 6 жыл бойы мен ағылшын тілінен сабақ беріп келемін. Спикинг, клубтар, комьюнитилар өткізіп, сессиялар неше түрлі. IELTS-қа дайындап, ништің тестіне біраз адам дайындағанбыз. Көп заттармен айналыстық. Жалпы осы білім саласында әйтеуір кіріп шығып жұмыс істеп жүргенімізге міне 6 жыл болды. Енді әр адамның мақсаты бар әрине, иә. Менің мақсатым, менің арманым мынандай. Осы біздің елде, Қазақстанда екі тіл ең жақсы, ең маңызды рөлде болса екен деп ойлаймын. Біреу әрине ол қазақ тілі, оны талқылау, оны түсіндірудің керегі жоқ. Ал екіншісі менің ойымша ол ағылшын тілі болу керек. Неге десеңіз, біріншісі ағылшын тілі әрине кең таралған тілдердің біреуі. Әлемдегі ең кең таралған тілдердің біреуі. Кең таралған соншалық, әлемде қазіргі таңда жазылып жатқан ғылыми мақалалардың және жарияланып жатқан ғылыми мақалалардың 90%-нан астамы ағылшын тілінде жасалады. Сонда қалған 10%-ы әлем бойынша, ол жаңағы Қытай, орыс, қазақ, жапон болсын, бүкіл басқа тілдердің бәрі ол 10%. Сонда 90% ағылшын тілі. Немесе тіпті қазіргі таңда бетке ұстар дамып тұрған елдердің бәрінде ағылшын тілін бизнеста болсын, күнделікті өмірде болсын, ғылыми салада болсын, ол тілді қолданбайтын жер, ел қазіргі таңда жоқ шығар. Мен Қазақстанда біздің халықтың арасында жаңағы ағылшын тілін білу деңгейі 20, 30, 40, 50, 60, 80% болса да өсе бергенін қалаймын. Сол мақсатпен жұмыс істегім келеді. Өйткені меніңше, егер мысалға әрбір қазақ ағылшын тілін жақсырақ білетін болса, ол әлемдік деңгейде көптеген ақпаратқа қол жеткізе алады, көптеген білімге қол жеткізе алады. Ол білімді сосын ол біздің елге, біздің тілге бейімдей алады. Ол Қазақстаннан шыққан дәрігер болсын, мен сияқты мұғалім болсын, кез келген басқа салада істеп жүрген адам болса да, сол ағылшын тілін қолдану арқылы, сол тілді білімге қол жеткізер құрал ретінде қолдану арқылы, ол адам осы біздің күнделікті өмірге, біздің мына қоғамға пайдасын тигізе алады деп ойлаймын. Сондықтан сондай адамдар көбейсін деп сондай жұмыс істеп жүрмін. Сол арманым орындалу үшін міне осылай көбірек видео түсіріп, өзім жайлы айтып, өзімнің сабақ беруім жайлы айтып, өзімнің тәжірибем туралы көбірек айтуға бел будым. Осылай.